Баршаларыңызга кайырлы күн. Бүгүн осундай өтө керемет дәмі түрүдө әдемі болуп чыгатын тандыр самса дайындайтын боламыз. Үй жагдайында сиздер де міндетті түрдө жасап көрүңүздөр. Эң алдымен кургак ыдысыбызга унубузду салатын боламыз. Және де осы видеодо көрсөтүлгөн кичине ортасын ашып коясыздар. Және де бизге бир жумуртка кажет. Енді туз саламыз. Және де сүйүк күнбагыс майы кажет. Осылай барлығын салып алдық. Енді колубузбен кичине гана аралаштырып чыгатын боламыз. Толук рецепт описание бөлүмүнөн карап көрсөңүздөр болот. Осылай кичине гана аралаштырып алдык. Енді бизге уксус кажет. Осындай кичинекей касыкпен бирөөгүн гана куябыз. Енді сууду аз-аздан косуп, камыр ийилейтин боламыз. Бизде жумшак эмес, катты эмес, орточо тесто чыгуу кажет. Осылай камырыбызды жакшылап аралаштырып, камыр ийилейтин боламыз. Осындай тесто чыкты, өтө әдемі болуп, кичине камырдын уюун кандырып коюп коятын боламыз. 5-10 минут койсоңуздар жеткиликтүү. Енді камырыбызды бөлүп, осылай жайып чыгатын боламыз. Осы рецептти бир нече эсе көбөйтүп жасасаңыздар да болот. Мен кичинекей камыр болсо да осылай 2-3ке бөлүп алдым. Сонда орап жасаганда катпар әдемі болуп чыгат. Немесе бир үлкен кылып жасасаңыздар да болот. Енді камырыбызды жукалап жайып аламыз. Содан соң сары майымызды ертип, осылай барлык шетине бирдей этип жагып чыгатын боламыз. Жакшы сары май колдонгон дурус. Сонда самсаңыз әдемі болуп чыгат. Енді үстүнө экинчи камырын салдык. Сары май жагып, тагы да үчүнчүсүн салып жатырмын. Осылай биринин үстүнө бирин осылай май жагып коюп чыгасыздар. Енді камырыбызды орайтын боламыз. Осылай барлык шетин бирдей этип орап чыгатын боламыз. Осы менен дайым болду. Енді орап, морозилникке 20 минутка коятын боламыз. Міндетті түрде пакетке салып коюңуздар, айтпесе бети катып калат. Енді бизге ет кажет. Этимизди міндетті түрде усактап туураган дурус. Сонда толуктай пишип, жумшак әдемі болуп чыгат. Мен осылай майда эт туурап алдым. Және де бізге пияз кажет. Пиязды көп коссаңыздар да өтө дәмдүү болуп чыгат. Пиязды да майдалап туураган дурус. Эгер этиңиз туздалган болсо, туз коспой койсоңуздар болот. Мен туз коскон жокмун. Енді дәміне карай туз, кара буруч, самсага арналган приправа коссоңуздар болот. Және де самсанын дәмин келтиретін міндетті түрде кара буруч косуңуздар. Және осындай зира приправасын коссоңуздар болот. Бунун ииси де, дәмі де өтө эрекче болуп чыгат. Шамалап коссоңуздар өтө керемет болуп чыгат. Енді жакшылап аралаштырып, мыжып, пиязымызды кичине өлтүрүп аламыз. Және де приправалары барлыгы аралашып, өтө керемет болуп чыгат. Осылай толуктай аралаштырып алдык. Енді 20 минуттан кийин морозилниктен камырыбызды алып, осылай бир нече бөлчөктөргө бөлөтүн боламыз. Мен үлкөнүрөөк кылып жасадым. Эгер кичирээк кылсаңыздар, одан да майда этип туурасаңыздар болот. Енді осылай ортасын басып чыгатын боламыз.
Енді қамырымызға кішкене ғана ұн сеуіп, домалақтап, барлығын бірдей етіп жайып шығатын боламыз. Тым қалың немесе тым жұқа қылмай, орташа қылып. Осылай барлығын жайып алатын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Негізі самсалардың түрлері өте көп. Менің каналымнан 3-4 түрлі самсаның рецептісін таба аласыздар. Енді осылай ортасына етімізді салып, жақсылап бүгетін боламыз. Видеода көрсетілгендей жақсылап жапсырып шығасыздар. Осылай тамшы сияқты әдемі болып шықты. Капле самса дейді. Осылай барлығын жақсылап бүгіп алдық. Біздің самсаларымыз дайын. Осылай үлкен, өте әдемі болып шықты. Енді бізге жұмыртқаның сарысы қажет. Тек қана сарысын жақсаңыздар, самсаларыңыз сарғайып, өте әдемі болып шығады. Ағымен қоссаңыздар кішкене ақшылдау, онша әдемі көрінбейді. Осылай барлық шетіне, шет жақтарына, асты жақтарына барлығын әдемілеп жақсаңыздар, самсаларыңыз біркелкі әдемі болып шығады. Енді бетіне кунжут, седана қалағандарыңыз сепсеңіздер болады. Өте әдемі көрінеді. Бұл самсаларды қазанға пісірсеңіздер де болады. Осындай қазанға болмайды. Бұрынғы қазандарға осылай ортасына тұз сеуіп қойсаңыздар, қазаныңыз күйіп кетпейді. Шеттеріне жұмыртқаның ағына жағып, самсаларды жапсырып пісірсеңіздер болады. Немесе осылай духовкаға. Егер қазанға пісіретін болсаңыздар, жапсырып, әр 10 минут сайын ауасын шығарып тұрасыздар. Кейін тағы бір рецептісін салатын боламын. Біздің самсаларымыз осылай көтеріліп, томпиып, өте әдемі болып пісіп шықты. Енді тарелкамызға салып, осылай ұсынатын боламыз. Өте әдемі болып шықты. Іші толықтай қамырады, еті де пісті. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қазақ каналын қолдап кетіңіздер. Осылай самсаларымыз өте керемет болып шықты. Баршаларыңызға ас болсын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.